Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің есімім Калиева Жаңыл Ахметовна, Астана профи қалалық шаруашылық колледжінің оқытушымын. Менің бүгінгі тақырыбым физика пәнін оқытуда жасанды интеллект көмегімен педагогикалық шешім қабылдау рутиналарын оңтайландыру тәжірибесі болып табылады. Қазіргі заманғы зерттеушілер тарапынан зерттеліп жатқан ең өзекті мәселелердің бірі ол білім беру үдерісін цифрландыру тақырыбына арналған сұрақтар. Бүгінгі менің тақырыбым 10 сыныптың физикасы 1 курсқа арналған электр тоғы және Ом заңына арналған электрлік тізбек. Сол себептен мен ең бірінші қолданғаным дефит программасын. Бұл дефит программасына менің берілген тақырыбым, жоспарым оқу және қысқаша мазмұндау. Міне жалпы бұл дефит платформасы маған бірден осындай қысқаша ақпарат берілді. Келесі менің жоспарым болды чат GPT жүйесінде мен берілген тақырыптың атын беріп, жалпы бірінші промпттан бастадым. Бүгін сен физика пәнінің оқытушының рөлін атқарасың. Сабақтың тақырыбы электр тоғы, тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Тақырып бойынша қысқа мерзімді жоспар құрастыр, мақсат пен міндеттерді, күтілетін нәтижелер, құндылыққа баулу. Міне осылай маған бірден чат GPT шығарып берді. Енді келесі арқартай екінші промптында мен есеп берілдім. Бұл тапсырма бердім. Бұл тапсырмада былай жазылып тұр: топқа дайындық деңгейі әртүрлі 3 білім алушылар бар. Төменгі деңгей, жоғары деңгей. Тапсырмаға арнайы 2-3 есеп келтіріп бердім. Солай мен ұсыныс бердім. Міне жалпы төмендегі тақырыпқа байланысты мынандай бізде маған осындай жауап берді чат GPT. Енді келесі 3-ші промптында арнайы электр тоғы тізбек бөлігіне арналған Ом заңы тақырыбына арнайы виртуалды зертхананың дайын нұсқасын бердіп, маған көрсетті. Зертханалық жұмыстың мақсаты, құрал жабдықтар. Міне толығымен осындай не алдық. Енді келесі бұны визуализациялау үшін бұл тақырыбымды мен арнайы презентация құрастырдым. Презентацияда мен гамма-AI қосымшасын қолдандым. Гамма-AI қосымшасында жаңағы тақырыптың атын беріп, маған толығымен осындай презентация салып берді. Бұны өзің таңдағанша қолданатын боласыз. Көңіл аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.